Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен заказға арналған торттың рецептісін бөлісетін боламын. Бұл бізде молочная девочка торты 3 килограммдық және де бетіне сахарный бумагамен қалай тортты әрлейтінін үйрететін боламын. Ал сіздер астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Бізде осындай қойытылған сүтіміз, яғни сгущенкамызды салып алатын боламыз. Яғни бұл жерде бізде 500 грамм сгущенка кетеді, және де 5 дана жұмыртқамызды салып, миксер болмаса осындай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Яғни бұл молочная девочка торты бізде клиенттердің көптеген сұраныстарына ие жақсы торттардың бірі. Осылай барлығын араластырып болғаннан кейін бізде құрғақ заттарымыз ұн және де ұн қопсытқышымызды жақсылап араластырып бір текті етіп пестамызды дайындаймыз. Менде бұл жерде ұным 270 грамм ұн қажет. 270 грамм ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Сосын барып барлығын қосып араластыратын боламыз. Міне біздің тестамыз дайын болды. Осылай қоймалжың болып тұру қажет. Осылай дайын болғаннан соң біз алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Қыздырып болғаннан соң пісіріп, барлық корждарымызды пісіріп алатын боламыз. Менде форма 25-те 30, сол формада пісіріп алатын боламын. Алдын ала осылай сызып, форманы дайындап аласыздар. Дайындап болғаннан соң осындай кондитерский мешокпен біркелкі етіп жағып аламыз. Артынша қасықтың көмегімен бір тегіс етіп 180 градуста 2-3 минутта әрбір корждарымызды пісіріп алатын боламыз. Бізде келесі кремін дайындайтын боламыз. Бізде крем осындай кондитерский магазиндерден таба аласыздар. Творожный сыр, сливки және де қант қажет болады. Бізге 1 килограмм осындай творожный сыр қажет болады. Творожный сырмен 100 грамм қантымызды осылай жақсылап миксердің көмегімен бір текті етіп араластырып алатын боламыз. Барлығы осылай бір текті болып араластырып болғаннан соң бізде келесі сливки 33%-тен төмен болмауы қажет. Барлығын қосып миксердің көмегімен араластырамыз. Креміміз дайын болған кезде өзі кремдеріміз қоймалжың және де кремдеріміз жерге түспейтіндей етіп дайын болады. Міне біздің креміміз дайын болды. Осылай кремдеріміз формасын ұстауы қажет. Міне біздің торттың корждары дайын. Енді біз кремдерімізді жағып, тортымызды жинайтын боламыз. Сіздерге кеңес беремін. Сіз тортты бірінші рет жасап тұрған болсаңыз, міндетті түрде осындай кондитерский мешоктың көмегімен, формамен осылай бір тегіс етіп, торттарыңызды осылай кремдерін жағып шықсаңыз, сізде торттарыңыз идеальный мінсіз шығады. Осылай торттарыңыз кремдері тегіс болып, барлығына осылай жағылатын болады. Соңынан қасықтың көмегімен немесе осындай кондитерский осындай лопатканың көмегімен кремдерімізді бір тегіс етіп, үстін тегістеп шығамыз. Барлық корждарымызды осылай жинап, кремдерін жағып, бір күн тоңазытқышқа қойып, келесі күні оформлениясын жасап, тортымызды ұсынатын боламыз.
Тортымыз дайын. Біз торттың бетіне осындай клиенттің қалауы бойынша сахарный бумагамен осылай бетіне қойып шықтық. Сіз бұндай сахарный бумаганы кондитерский магазиндерден ала аласыздар, распечаткаға шығарып. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген суретті шығарып береді. Бізде торт дайын. Осылай қалаған өздеріңіздің оформление жасап, ұнаған оформление бойынша осылай жасап қуанта аласыздар. Рецепт пайдалы болса, лайктарыңызды аямаңыздар. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова.